Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз логарифмдық функция, оның қасиеті және графигімен танысатын боламыз. Логарифм y тең логарифм негізінде a, x, мынау жалпы түрі. Бұл жерде x дегеніміз айнымалы, ал a дегеніміз нақты бір сан. Бірінші жағдай, біз a-ның бірден үлкен болған жағдайын қарастырайық. Жалпы анықталу облысына тоқталып кетсек, логарифмді еске түсіріп, бұл жерде x-ымыз әр қашанда 0-ден үлкен болу керек, ал a дегеніміз бұл оң сандар болады және бірге тең болмайтын сан болуы керек. Бұл логарифмнің анықталу облысы. Енді a 0-ден үлкен болса, мынандай екі функцияның графигіне назар аударсақ, бұл логарифм x негізінде 2 және логарифм x негізінде 5 болса, функцияның графигі міне көрсетілген. Мынау y ось. Мынауымыз x ось. Бұл жерден байқап тұрғандарыңыздай, негізі неғұрлым үлкен болса, функцияның графигі сол ғұрлым x осіне жақындай береді. Егер де a-ның орнында елестетейік 5 деген сан болса, онда функцияның графигі көрсетілген. Егер 10 болса, ол одан да төмен орналасқан болады. Және де барлық логарифм функцияларының графигі 1-ден 0 нүкте арқылы өтеді. Функциямыз өспелі. Анықталу облысы. Бірінші анықталу облысы. Анықталу облысы 0-ден басталады, плюс шексіздікке дейін. Мәндер жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Функциямыз өспелі. Жалпы жағдай, яғни жұптай емес, тақтай емес деген сөз. Жалпы жағдай. Функциямыз x өсіні 1-ден 0 нүктеде қиып өтеді, ал y-пен мүлдем қиылыспайды. Келесі, логарифм негізіндегі a-мыз 1-ден кіші болса, яғни 0-ден үлкен, 1-ден кіші болған жағдайды қарастырсақ, яғни бөлшек сандарды қарастырамыз, 1-ден кіші болған. Мынандай екі функцияның графигіне назар аударайық. Негізінде 10-нан 1 және 2-ден 1 болса, функцияның графигі көрсетіліп тұр. Жоғарыдағы функцияның графигінен айырмашылығы бұл жерде функциямыз кемімелі болып тұр. Кемімелі. Қалған барлығы бірдей деп айтуға болады. Анықталу облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін, мәндер жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Функциямыз жұптай емес, тақтай емес. X өсіні 1-ден 0 нүктеде қиып тұр. 1-ден 0 нүктеде қиып тұр. Және кемімелі функциямыз болып табылады.